Нөмірі 9-шы дәріс топырақтың антропогенді бұзылыстары. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Топырақтың антропогенді бұзылыстары туралы түсінік. Екінші сұрақ. Топырақтың антропогенді бұзылыстарының түрлері, себептері мен салдары. Дәріс мақсаты. Топырақтың антропогенді бұзылыстары, олардың пайда болу себептері туралы түсінік беру. Және екінші, топырақтың антропогенді бұзылыстары мен оларды түрлері және қалпына келу шаралары туралы түсінік беру. Төмендегі слайдта пайдалануға ұсынылған әдебиеттер берілген. Сонымен, егер есімізге түсіретін болсақ, топырақ дегеніміз жер бетіндегі литосфераның қабаты. Топырақтың басты қасиеті болып, оның құнарлығы саналады. Дегенмен, соңғы кезде антропогенді факторлардың әсерінен топырақтың антропогендік бұзылысы туындауда. Топырақтың антропогенді бұзылысы дегеніміз, топырақтардың экологиялық қызметтерін толық көлемде орындай алмауына әкеліп соқтыратын физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттерінің қайтымсыз антропогенді өзгерістері. Егер есімізге түсіріп кететін болсақ, топырақтың экологиялық функциясы дегеніміз не еді? Яғни, жаңа атап өткендей, топырақтың антропогендік бұзылыстардың нәтижесінде топырақ өзінің басты экологиялық функцияларын орындай алмайды. Есімізге түсірейік. Топырақтың экологиялық функцияларына бірінші, топырақтың атмосфера мен гидросфераның құрамын реттеушілік қабілеті жатады. Топырақ жамылғысы биосферада өтетін көптеген процестерді анықтайды. Атап айтқанда, жер планетасында тіршіліктің сақталуын қамтамасыз етеді. Топырақ қоршаған ортаның маңызды компоненттерінің бірі. Топырақтың екінші экологиялық басты функциясына топырақ жер бетінде адамзатты тағам өнімдерімен және шикізатпен қамтамасыз ететін өндірістік маңызды құрал. Оның ең басты қасиеті болып, топырақ құнарлығы есептеледі. Бұл топырақты тау жыныстарынан ажыратуға мүмкіндік береді. Топырақта органикалық заттар жинақталып, ерекше органоминералды зат, гумус немесе топырақ қарашіріндісі түзіледі. Топырақтың келесі маңызды функциясы топырақ биосферада органикалық және минералды заттар айналымының байланыстырушы звеносы. Жер қытысы гидросфера аралығында зат айналу процесінің тұйықталуы топырақта жүреді. Сондықтан топырақ биосфера байланысының экологиялық күрме тиыны деп саналады. Топырақтың келесі маңызды функциясы болып, топырақтың биоэнергетикалық қызмет саналады. Топырақ өсімдік жүйесі миллиондаған жылдар бойы жинақталған энергияны ұстап қалады және ұзақ уақыт бойында ұстайды. Осы тұрғыдан топырақты планетаның энергетикалық банкі деп атайды. Топырақ сонымен қатар тірі заттардың шоғырлану аймағы. Вернадский бойынша тіршілік пленкасы, ғалым геохимик Полынов бойынша тіршіліктің ең үлкен тығыздықты қабаты. Топырақ тіршілік ету ортасы. Топырақ қоршаған ортаның басқа қабықтары, атмосфера, литосфера, гидросфера және биосфераның түйіскен және бір-бірімен әрекеттесетін жерінде орналасады. Сондай-ақ топырақтың экологиялық функциясына оның санитарлық, медициналық, биологиялық, қорғаушылық немесе протекторлы, ақпараттық, геохимиялық тосқауыл тәрізді қызметтерінде атап өтуге болады. Топырақтың антропогенді бұзылыстарының негізгі түрлері. Яғни оларға эрозия, эрозияны білесіңдер, жер және су эрозиясы, химиялық құрамының әртүрлі бұзылыстары, ластану, қайта тұздану және батпақтану, шөлге айналу, құнарсыздану, қоректік элементтерінің жоғалуы, қышқылдану, сілтілену, физикалық күйлердің түзілуі, тығыздалуы, немесе су басуы тағы да басқа жатады. Топырақтың антропогендік бұзылыстарының себептері мен түрлері төмендегі слайдта көрсетілген. Яғни топырақтың антропогендік бұзылысы табиғи және антропоген немесе техногенді факторлардың әсерінен болады. Топырақтың табиғи антропогендік бұзылыстары климаттық, гидрогеологиялық, морфодинамикалық және фитозоогенді факторлар әсерінен болады. Ал антропогенді топырақ бұзылыстары, мысалы, тәлімді немесе суармалы егін шаруашылығын үнемсіз тиіссіз жүргізу, шамадан тыс мал жаю, өнеркәсіптік әрекеттер, тау-кен байыту, ластану,
техникалармен тығыздалып тапталу, тыңайтқыштар мен пестицидтерді енгізу, өндірістік әрекет, тағы да басқа факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Егер де жер бетіндегі топырақтардың антропогендік бұзылыстарының түрлері мен көлемін алып қарасақ, ең басты бұзылыстары, яғни адамның өндірістік әрекеті мен шамадан тыс пайдалану және ауыл шаруашылық өндірістерінің әрекетінен екендігін көруге болады. Сонымен қатар жел эрозиясы, химиялық бұзылыс, тұздану және қоректік элементтердің жоғалуы тәрізді топырақтың бұзылыстары болады екен. Әсіресе орташа күшті әлсіз бұзылыстарын қарастыратын болсақ, орташа бұзылыстарға көбінесе шамадан тыс пайдалану және шамадан тыс пайдалану жатады. Яғни басты топырақтың антропогендік бұзылыстарының түрі эрозия болатын болса, су эрозиясы және жел эрозиясының, яғни топырақтың шамадан көп бұзылыстары, орташа бұзылыстары басымдығын байқауға болады. Топырақтың бұзылу дәрежесіне елдердің даму деңгейлері мен шаруашылық түрлері де әсер етеді. Азия мен Африканың мысалы елдерінде асыра мал жаю мен ормандарды жою түрлері басым болса, Солтүстік Америкада ауыл шаруашылық іс-әрекетінің, ал Европада өнеркәсіптің әсерінен топырақтың антропогендік бұзылыстары басым болып келеді екен. Төмендегі слайдта осы континенттер бойынша бұзылған жерлердің үлесі көрсетілген. Егер де ғаламдық жер пайдалану мен бұзылған жерлердің үлесін қарасақ, жыртылатын жерлер, шабындықтар, ормандарды қарайтын болса, яғни мына төмендегі кестеде материктер бойынша келтірілген. Яғни жер бетіндегі 1475 миллион гектарлардың ішінде жыртылатын жерлердің үлесі 38% бұзылуға ұшыраған, шабындықтардың 21%, ормандардың 18% бұзылуға ұшыраған екен. Егер де дүниежүзілік топырақтардың мына картада материктер бойынша дүниежүзіндегі топырақтардың антропогендік бұзылыстарының факторлары, яғни Олдеман мәліметтері бойынша белгіленген. Жаңағы айтып өткендей топырақтың, ормандардың бұзылуы, ауыл шаруашылық танаптарының бұзылуы, шабындықтардың бұзылуы төмендегі слайдта келтірілген. Егер де Қазақстанның атап өткендей біздер топырақ картасында қарайтын болсақ, топырақ картасында зональдық және биіктік белдеулік зонаны байқауға болады. Осы басым топырақтардың өзінде Қазақстан жерінің топырақтарының 66% шөлдену процестеріне ұшыраған. Енді қандай эрозияға қарсы шаралар жүргізіледі? Яғни жаңағы атап өткендей, топырақтың бұзылуының басты факторлары болып жел және су эрозиясы есептеледі. Эрозияға қарсы шаралар мелиорация, олардың өздері гидромелиоративтік, химиялық, агротехникалық, орман техникалық болып бөлінеді. Гидромелиоративтік шаралар қаржы салымдарын көп қажет етеді. Суарылатын жерлерді көбейтудің басты қиыншылығы тұщы судың тапшылығы. Соған орай орман қорғау алқабын отырғызу, ауыспалы егістіктерде көп жылдық шөптер мен бұршақ тұқымдастардың үлесін көбейту, құрғақшылыққа төзімді дақылдар егу, бұзылған жерлерді рекультивациялау шаралары жүргізіледі екен. Бұл туралы біз келесі дәрісімізде қарастырамыз. Сонымен бүгінгі дәріс бойынша төмендегі бақылау сұрақтарына жауап беріп, және өз бетімен төмендегі кестелерге толтырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.